Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Мен шаршадым. Ер адам Атырауда сот кезінде өз-өзіне қол салмақ болды. 40 жастағы ер адам сот үкімі Атырауда жариялағаннан кейін өзін кеңсе пышағымен тілгілеген. Ол Қазақстан Республикасының 608 бабы бойынша кінәлі деп танылып, 1,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот шешімімен келіспей ер адам өзін-өзі жарақаттаған. Полиция Қазақстан Республикасы 105 бабы бойынша тергеуді бастады. Мен шаршадым, мені қайта-қайта тұтқындады. Мен шыққаныма 1,5 ай болды. Ешқандай әділетсіздік жоқ. Мен өзімді өлтіремін деді. Сізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Саламатта болыңыздар.